Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді балды торт жасаймыз, яғни медовый торт. Сіздерде миксер болмаса болмай қойсын, бұл торт миксерсізде өте дәмді болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жасалу жолы өте қарапайым. Ең алдымен ыдысымызға шым-шым тұз және бір кесені толтырып қант саламыз, яғни 200 грамм қант, одан кейін 2 ас қасық мед саламыз. Медтің кез келген түрін қолдануға болады, өте дәмді болып шығады. Достар, осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің торттарыңыз өте керемет болып шығады. Міне осылай ақырын ғана араластырамыз да, газға қойып, ақырын отта қантымыз, медіміз біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осы масса сұйық массаға айналу керек. Міне осындай болу керек. Осындай сұйық масса болған кезде, қантымыз еріген кезде, біздің медіміз бен қантымыз дайын деген сөз. Достар, мінекей біздің массамыз дайын, қант толық еріді. Енді осы массаны басқа ыдысқа құйып аламыз, яғни тез суу үшін осындай басқа ыдысқа құйып, үстіне 100 грамм сары май саламыз. Сары майымыз холодильниктен шыққан болу керек. Осы медта салып, жақсылап ертіп аламыз. Міне ерігеннен кейін әдемі осындай сап-сары түс болады. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, тағы да қасықпен, венчикпен, лопаткамен араластыра беруге болады. Достар, келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мінекей енді 1 шай қасық ас содасын саламыз. Одан кейін ұнды електен өткізе отырып қосамыз. Мен 3 бөлікке бөліп салдым. Сіздерге де солай салуға кеңес беремін. Шамамен 450 граммдай ұн қостым. Достар, мінекей алғашқы бөлігін салған кезде қасықпен араластырып алам. Екінші бөлігін салған кезде де қасықпен араластырып алам. Үшінші бөлікке келген кезде барып, қолмен илеуге кірісеміз. Достар, сіздерге осы тұста ескерте кететін нәрсе бар. Медовый торттың тестасын дайындаған кезде, яғни қамырды қолымызбен илеген кезде, қолға жабыспайтындай қамыр болуы керек. Біздің тестамыздың дайын болғандығын біз солай білеміз, яғни илеп жатқан кезде қамырымыз қолға жабыспаса, демек біздің тортымыздың қамыры дайын болды деген сөз. Міне дайын болған қамырды пакетке салып 30-40 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз оған дейін кремін дайындаймыз, яғни заварной крем дайындаймыз. Ол үшін 2 кесе толтырып сүт құямыз, оған қант саламыз. Және 2 жұмыртқа салып, 2 ас қасық көлемінде крахмал саламыз да, газда қайнатып аламыз. Қанттың көлемі 100 грамм, яғни жарты кесе қант салсаңыздар жеткілікті. Газға қойған кезде біздің креміміз өте қою болып, қоюланғанша ұстаймыз. Достар, мінекей мен газға қойдым. Газға қойғаннан кейін осылай үнемі тоқтамай араластырып тұрамыз. Егер тоқтап қалсақ, кремнің асты күйіп кетуі мүмкін. Сол себептен де 10 минуттай тұрасыз. Газдың астын барынша ашып қоюға болады. Тек сіздің міндетіңіз тоқтатпай араластырып тұру керек. Міне біздің креміміз дайын. Осындай беті бір бүлк еткен кезде газдың астын өшіріп, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын. Медовый торттың кремін осындай заварной қылып жасасаңыздар өте керемет болады. Және бұл кремді кез келген тортқа қолдана берсеңіздер де болады. Өте оңай. Мен кукурузный крахмал қостым. Сіздерге де соны қосуға кеңес беремін. Келесі кезекте газдан алғаннан кейін біз осы кремге 60 грамм сары май қосамыз. Сары майдың проценті 82-де 5% болу керек. Сары майды салғаннан кейін де майымыз ерігенше жақсылап араластырып қойып қоямыз. Яғни біздің креміміз суу керек. Достар, міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болады, керемет болады, ерекше торт болады. Достар, келесі кезекте біз тортымыздың қамырына кірісетін боламыз. Мен қамырды осылай теңдей 2-ге бөлемде, одан кейін әр бөлігін теңдей 3 бөлікке бөліп аламын. Сонымен менде 6 корж дайын болады. Және әр қайсысын осылай дөңгелектеп аламын да, оқтаумен жаямын. Жайған кезде мен аз ғана ұн сеуіп
ұнмен қолданамын, өйткені оқтауға жабысып қалуы мүмкін. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, қатты жұқа да, қатты қалың да емес, осылай жайып аламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін, противенге салғаннан кейін, бетін шанышқымен тесіп шығуларыңызға болады. Яғни біздің тортымыздың осы корждары әдемі болып көтерілу үшін арасын осындай вилкамен тесіп шығамыз. Міне осылай видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Мен қамырларымды ондай қатты дөңгелеткен жоқпын. Міне пісті. Піскеннен кейін осындай кольцомен немесе кез келген қазанның, кастрюльдің қақпағымен осындай бірдей қылып кесіп алсаңыздар болады. Қазір жиегіндегі артылғандарды қазір біз торттың сыртына әдемілейтін боламыз. Мінекей дайын. Біздің кремімізде суыды. Әр коржға 2 ас қасықтан салып корждарымызды жинаймыз. Тура осылай видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Түбінде аз ғана крем қалды, оны қазір бетіне жағуға алып қалдым соңғы коржға. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, 5 корж тұр. Міне осылай кремдер салып болғаннан кейін қасықпен, лопаткамен, немесе осындай спатуланың көмегімен әдемілеп, тегістеп жайып шығамыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Керемет болады, өте дәмді болады. Торт жасап көруге кеңес беремін. Құрметті менің достарым, оқырмандарым, сіздер де осы рецептпен өздеріңіздің құрбыларыңызбен бөлісіп, поделиться дегенді бассаңыздар, өз құрбыларыңызбен бөлсеңіздер болады. Оларға да сіздердің көмектеріңіз тисін. Достар, бұл тортты жасауда аса бір біліктілікті қажет етпейді. Тек қана барлығын өз мөлшерінде қолдансаңыз болғаны. Мінекей келесі кезекте сыртын әрлеуге кірісеміз. Міне қалған шетіндегі осындай корждарды салып, оқтаумен езіп аламыз да, бетіне әдемілеп сеуіп шығамыз. Сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Міне тез езіледі. Енді видеода көрсетілгендей етіп, тортымызды сыртын әдемілеп шығамыз. Достар, келесіде менің каналымда керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Салаттың құрамы өте қарапайым және де бір қайнатуды, қуыруды қажет етпейтін өте керемет жаңа жылдық салаттың рецептімен бөлісемін. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі рецепті жіберіп алмаңыздар. Достар, осылай сыртын әрлеп болғаннан кейін 40 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Холодильникке салудың қажеті жоқ. Сыртта тұра берсе болады. Комнатный температурада тұра беруге болады. Достар, қараңыздаршы, міне аз ғана уақыттың ішінде өте дәмді, керемет осындай тортты жасап шықтым. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте керемет әрі дәмді болады. Достар, қазір мен кесіп көремін. Міне байқасаңыздар, өте жұмсақ, кескен кезде де қазір дәмін де көретін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Просто жасап көріңіздер. Бұл рецепт сіздердің көңілдеріңізден шығатынына өте сенімдімін, сенімім мол. Сол үшін де осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, пирогтың дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді әрі жұмсақ.